Армысыздар, жібек жол арнасында кешкі жаңалықтар. Эфирде Айдана Үсенбай, сурда аудармада Жансұлу Ерланқызы. Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда-саттық алдағы жылдары 2 миллиард долларға жетеді. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев пен елімізге мемлекеттік сапармен келген Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы Толам екіжақты кездесу өткізді. Тараптар бірқатар салаларда байланысты кеңейту мәселелерін талқылады. Әсіресе авиация, цифрландыру, ауыл шаруашылығы, инвестиция, туризм бағытында жобаларды жүзеге асыруға ниетті. Ол жөнінде толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатып берсін. Вьетнамдық делегация қазақ елінің қонақ жайлығына дән риза. Ақордада емін-еркін суретке түсіп мәре-сәре. Резиденцияға Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы да келіп жетті. Екі тарап қол алысып, танысып болған соң салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Алдымен қысқашамдан айта кетейін, өткен жылдары президенттің Вьетнамға сапары барысында жасалған келісімдер екі елді жақындастыра түсті. Мәселен, қазір туристер 30 күн бойы визасыз жүре алады. Жаңа рейстер ашылды. Барыс келістен бөлек алыс берісте артты. Былтыр экспорт 15%-ға ұлғайған. Бүгін тағы да жаңа құжаттарға қол қойылып, байланыс аясы кеңеді. Алдымен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Толам шағын құрамда келіссөз жүргізді. Мәртебелі мейман қазақ жерінде көрсетілген сый-құрмет үшін алғыс айтып, бұл сапары Қазақстан мен Вьетнам арасындағы қарым-қатынастың көкжиегін кеңейте түсетініне сенім білдірді. Сіздің Вьетнамға жасаған сапарыңыздан кейін 2 жыл өткенде біздің делегацияның еліңізге арнайы келуі мемлекеттеріміздің ынтымақтастығы қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар өзара сенім деңгейінің жоғары екеніне айқын дәлел. Қазақстан Вьетнамның орталық Азиядағы алғашқы стратегиялық серіктесіне айналады. Одан кейін тараптар кеңейтілген құрамда бас қосты. Вьетнам 2040 жылға дейін әлемдегі ең ірі 25 экономиканың қатарына кіруді көздеп отыр. Президент бұл стратегиялық мақсатқа Қазақстан қолдау көрсететінін айтты. Қазір Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатыр. Біз аз уақыт ішінде бірқатар ірі жобаны жүзеге асырдық. Алдағы уақытта да өзара тиімді байланыстарымызды кеңейтуге толық негіз бар. Сіздің осы тарихи сапарыңыз және соның аясында қол қойылатын құжаттар Қазақ-Вьетнам қатынастарын одан әрі күшейтуге тың серпін береді. Вьетнам оңтүстік шығыс Азиядағы Қазақстанның сенімді серіктесі. Бұл ел әсіресе инновациялық технологиялармен таныла бастады. Туризмі де жақсы дамыған. Соңғы 1 жылда Қазақстаннан демалуға барғандар саны 4 есе өскен. Екеуара ара достық қатынастың орнағанына 30 жыл. Дегенмен соңғы жылдары экономикалық байланыс қарқынды дами түсті. Былтыр тауар айналымы 860 миллион долларға жеткен. Тараптар таяу жылдары бұл көрсеткішті 2 миллиард долларға жеткізуге ниетті. Сондай-ақ Қазақ Эйрді сатып алған вьетнамдық компания енді Қазақстанның бір әуежайын алуды көздеп отыр. Біздерде істейтін ең танымалы бизнес, Вьетнамның бизнесі, енді Маревен деген бір компания бар, өздеріңіз білесіз, Ролтон шығарады, Вермишель шығарады, 90 миллион ақш доллар инвестиция салған, 670 адамға жуық енді Қазақстанның азаматтары істейді, онда тағы да қазір өздерінің пландары бар бизнесті кеңейтуге. Вьетнам нарығы қазақтың мырышы мен қорғасының көп алады, ал біз олардан тұрмыстық техникалар мен тамақ дәмдеуіштер және жаңғақтар импорттаймыз. Келіссөз барысында өзара сауда-саттық көлемін ұлғайту мәселесіне айрықша мән берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Вьетнам шынайы стратегиялық әріптестік орнатқанын айтты. Ваш государственный визит в нашу страну. Сіздің Қазақстанға сапарыңыздың тарихи маңызы зор. Бұл Қазақ-Вьетнам қатынасын дамытудың маңызды кезеңі басталғанын көрсетеді. Бүгінгі келіссөздер қорытындысы бойынша екі жақтың ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеретін стратегиялық серіктестік орнатуға келістік. Біз үшін мол перспективаға жол ашатын саяси ерік-жігер мен сауда-экономикалық әлеует жеткілікті. Екі ел арасындағы достықты нығайтуға айрықша үлес қосқаныңызды атап өткім келеді. Осы орайда сізге Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасы 1-ші дәрежелі достық орден табыстауға рұқсат етіңіз. Қазақстан мен Вьетнам ықпалдастығын одан әрі арттыруға қолдау көрсете бересіз деп сенемін. Указ президента Республики Казахстан за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам наградить орденом Достық первой степени Толама, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.
Биыл Вьетнам соғысының аяқталғанына 50 жыл. Қазақстан сол ұлт-азаттық күреске көмек көрсетті. Қазіргі кезде де бізді жан-жақты қолдап келеді. Сол үшін Вьетнам халқы мен партиясы сіздерге дән риза деп, Вьетнам Компартиясы орталық комитетінің бас хатшысы ағынан жарылды. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде Вьетнам мәдениетінің күндерін өткізудің маңызына тоқталып, оның мәдени диалог пен халықтар бірлігін нығайтуға септігін тигізетінін айтты. Асылбек Тойбек, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы. Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы Толам мен президент Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік орнату туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Тараптары екі жақты қатынастарды стратегиялық серіктестік деңгейіне көтеруге және ынтымақтасты арттыруға келісті. Атап айтқанда партия, мемлекет, үкімет және парламентаралық байланыстар жанданады. Екі елдің көшбасшылары қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы қатынасты жолға қоюды қарастыруға уағдаласты. Сондай-ақ сот төрелігі және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен оған қарсы күрестің маңыздылығын растады. Инвестициялық және іскерлік ахуалды жақсарту жолдары да қаралды. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығы өнімін өзара экспорттауға ықпал ететін нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру мүмкіндіктерін талқылады. Ғылым, технология және цифрлық трансформация, Транскаспий халықаралық көлік бағытының әлеуетін пайдалану, мұнай мен газды барлау салаларындағы ынтымақтастықты дамытуға назар аударылды. Келіссөздерден кейін ресми делегация мүшелері бірқатар құжатқа қол қойды. Атап айтқанда Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешені мен Вьетнамның ақпарат агенттігі арасына ынтымақтастық туралы келісім бекіді. Бұдан бөлек екі елдің цифрландыруға жауапты министрліктері технология, инновация және цифрлық трансформация салаларында тәжірибе алмасады. Ал мәдениет саласында тараптар 2025-27 жылдарға арналған меморандум жасасты. Алдағы уақытта Қызылорда облысы әкімдігі мен Хэнкьонг провинциясы бауырластық қарым-қатынас орнатады. Келісім геологиялық барлау жұмыстарында қамтиды. Қазмұнайгаз бен Петровьетнам компаниялары осы бағытта ынтымақтастық орнатады. Бүгін Қазақстан мен Вьетнам арасындағы парламентаралық байланыста талқыланды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы Толам да стратегиялық ынтымақтастықты нығайтуға айрықша мән беретінін айтты. Сенат спикері парламентаралық деңгейде өзара іс-қимылды одан әрі дамытудың маңызды екенін атап өтті. Заң шығару саласындағы ынтымақтастық тетіктеріне назар аударды. Біз Қазақстан парламенті мен Вьетнам ұлттық жиналысы арасында қалыптасқан достық байланыстарды жоғары бағалаймыз және одан әрі қарай нығайтуға мүдделіміз, деді Мәулен Әшімбаев. Тараптар сауда, экономикалық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтуге қатысты да пікір алмасты. Екі жақты ынтымақтастық мәселелерін Қазақстан мен Вьетнам қорғаныс министрлері де талқылады. Руслан Жақсылықов пен Ван Цзянг бітімгерлік әскери білім беру және әскери техникалық саладағы өзара іс-қимыл сияқты бағыттарды атап өтті. Сапар барысында вьетнамдық делегация көрнекті әскери қайраткер генерал-лейтенант Жансен Кереевке арналған экспозициямен танысты. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында ол Вьетнам халық армиясы штабының аға кеңесшісі болды. Сондай-ақ Вьетнам қорғаныс министрлігінде әскери кеңес басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарды. Қазақстан мен Вьетнам өзара тауар айналымын 5 миллиард долларға жеткізбек. Бұл 2030 жылға дейін қойылып отырған меже. Халықаралық қарнамыз Силкуэге арнайы сұхбат берген Вьетнам премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Буит Хан Чон айтты осылай. Оның сөзінше екі ел арасындағы экономикалық, сауда және инвестициялық ынтымақтастық кейінгі жылдары айтарлықтай нығайып келеді. Қазақстан Вьетнамның Еуразиялық экономикалық одақтағы негізгі серіктестерінің бірі, сондай-ақ бірлескен іскерлік кеңес құру мәселесі де ілгеріледі. Қазақстанның жері Вьетнамнан 8 есе үлкен. Ал халық саны бізде 100 миллионнан асады. Менің ойымша қос тарап бірін-бірі көптеген салада толықтырады. Тек сауда-саттық қана емес, инвестиция бағытында да. Мәселен, қазір екі ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард доллардан асса, 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 5 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Сондай-ақ қорғаныс және қауіпсіздік саласында да бірлескен жобалар жүзеге асатынына сенім мол.
Ал Қазақ Эйр әуе компаниясының атауы енді Ветжет Қазақстан болып өзгереді. Сондай-ақ компанияның әуе паркі 10 жаңа Боинг ұшағымен толығады. Бұл жоспарлар туралы Қазақстан-Вьетнам бизнес форумында мәлім болды. Тараптар авиациядан бастап логистикаға дейін нақты жоспарларды іске асыруға уағдаласты. Толығырақ жиынға қатысып қайтқан әріптесім Ақтариға айтып берсін. Былтыр Қазақстан мен Вьетнам арасындағы тауар айналымы 806 миллион доллардан асты. Бұл соңғы 5 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Қос тарап арасындағы тауар номенклатурасы да кеңейіп келеді. Қазақстан Вьетнамға негізінен бидай, металл, тыңайтқыш экспорттаса, кері бағытта кофе, шай, электроника мен киім-кешек жеткізіледі. Инвестициялық ынтымақтастықта қарқын алып отыр. Қазақстанда вьетнамдық капиталдың қатысуымен бірнеше бірлескен жоба іске қосылмақ. Lên hơn 4.700 đô la. Біз Қазақстанмен белсенді ынтымақтастық орнатып отырғанымызға қуаныштымыз. 2023 жылғы тамызда Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вьетнамға жасаған ресми сапарынан кейін екі ел арасындағы экономикалық байланыс одан әрі нығая түсті. Біз сондай-ақ Қазақстанның қаржы орталықтарымен өзара іс-қимылды күшейтуге, капитал нарығын дамытуға дайынбыз. Қазақстандық инвесторларды Вьетнамға шақырамыз. Барлық қажетті жағдайды жасап береміз. Қазақстан орталық Азиядағы транзиттік хаб ретінде Вьетнам үшін шығыс пен батысты жалғайтын маңызды көпірге айналып келеді. Бұл әсіресе Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізінің әлеуетін тиімді пайдалануға жол ашады. Вьетнамдық бизнес үшін Қазақстан арқылы Ресей, Иран және Кавказ елдеріне шығу мүмкіндігі пайда болмақ. Өз кезегінде Қазақстан үшін бұл Азия нарығына жол, сауда-логистикалық хабтарды бірлесіп құру да осы бағыттағы қадамдардың бірі болмақ. У нас очень большой потенциал для расширения торговли. Бүгінде Қазақстанда экономика саласының түрлі бағыттарында вьетнамдық капиталдың қатысуымен 13 компания жұмыс істейді. Оның ішінде ең бастысы авиация саласы. Қазіргі таңда әлемдік жүк әуе тасымалы нарығының көлемі 140 миллиард долларды құрайды. Бұл ауқымды нарық және дәл осы бағытта Қазақстан халықаралық хабты дамытуға дайын. Қазақстандық экспорттаушылар үшін Вьетнам 100 миллиондық тұтынушысы бар ауқымды нарық, әсіресе ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өнімдерін жеткізуге қызығушылық жоғары. Вьетнам тарапынан цифрлық технологиялар, фармацевтика және электроника салалары бойынша бірлескен жобалар ұсынылуда. Бұл екі ел экономикасының бірін-бірі тиімді толықтыра алатынын көрсетеді. Между Маревен Фуд и Казах Инвест заключен. Маревен Фуд компаниясы мен Қазақ Инвест арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Вьетнамның мұнай-газ секторында жұмыс істейтін компаниялар тарапынан үлкен қызығушылық барын байқадық. Вьетнамдық тараппен бірлесіп басталған барлық жоба қазір жүзеге асу сатысында, немесе аяқталуға жақын. Форумда көтерілген тағы бір маңызды бағыт жасыл энергетика мен көміртегі бейтараптығына көшу. Қазақстан бұл бағытта халықаралық міндеттемелерді орындап, экологиялық таза жобаларды қолдап келеді. Вьетнамда жаңартылатын энергия көздеріне ден қойып отыр, сондықтан онда қазір зауыт-фабрикалар жасыл энергетика стандарттарына сәйкес салынып жатыр. Бұл тәжірибені вьетнамдық жетекші құрылыс компаниясы Қазақстанға да келмек. Қазақстан орталық Азияның қақпасы деуге де болады. Даму әлеуеті жоғары өңірде өз бизнесімізді өркендетуге үлкен жоспарларымыз бар. Біз негізінен ірі инфрақұрылымдық жобалар мен зауыттар салумен айналысамыз. Ең соңғы жобамыз Lego компаниясының толығымен автономды жасыл стандарттарға сай өндіріс орны. Жоба құны 1 миллиард доллар болды. Кездесудің басты нәтижесі нақты ұсыныстарға негізделген 3 меморандумға қол қойылуы. Екі елдің бизнес өкілдері әуе тасымалы саласында бірқатар жаңа жобаларды жүзеге асыруға уағдаласты. Нәтижесінде отандық Қазақ Эйр әуе компаниясын вьетнамдық Ветжет Эйр компаниясы сатып алып, әуе паркін жаңартпақ. Ақтариға Мұхаддас, Шалқар Шуақбай, Жібек Жолы. ақш заңсыз мигранттар елден өз еркімен кетсе 1000 доллар төлемек. Бұл бастама CBP Home қосымшасы арқылы жүзеге асады. Онда мигранттар тіркеліп жол жүру шығындарын өтеу мүмкіндігіне ие болады. ақш ішкі қауіпсіздік министрлігінің мәліметінше, бір адамды мәжбүрлі түрде депортациялау америкалық салық төлеушілеріне орта есеппен 17.121 доллар шығын келтіреді екен. Ал жаңа бағдарлама бұл шығынды 70%-ке дейін азайтуға мүмкіндік береді. Жалпы жыл басынан бері CBP Home қосымшасы шамамен 300 000 рет жүктеліп, кемінде 5000 мигрант өз еркімен елден кетуге өтініш білдірген екен. Бағдарламаға қатысушыларға ақшқа заңды түрде қайта кіру мүмкіндігі қарастырылуы да мүмкін.
ақш қорғаныс министрлігі генералдар мен адмиралдар санын 20%-ке дейін қысқартуға ниетті. Бұл бастама әскери басқару жүйесін жеңілдетіп, инновацияны қолдауға бағытталған. Сонымен қатар бұл қысқарту ұлттық гвардия құрамында қызмет ететін жоғары шенді офицерлерге де әсер етеді. Қорғаныс министрлігі бұл қадам қорғаныс құрылымын бұрынғыдан да мобильді және тиімді етеді деп отыр. Осы шаралар арқылы ақш әлемдегі ең қуатты жауынгерлік күш болып қала беруді, бейбітшілікті күш арқылы нығайтуды және даярлық деңгейін арттыруды көздейді. Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылы ақш әскери шығындарын $1 триллион ұлғайтуға ниетті екенін хабарлаған. Ал елімізде жеңістің 80 жылдығына орай коллекциялық монеталар айналымға шығады. Ұлттық банктың хабарлауынша, олар есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар сериясы аясында жасалады. Бұл тиындарда отан қорғаушылардың ерлігі мен жанқиярлық рухына деген құрметтің белгісі бар. Әрі жеңіс туралы тарихи оқиғаны есте сақтап, өскелең ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында шығарылды. Монеталарда ерлікпен қаза тапқан қаһармандарды еске салатын мәңгілік алау бейнеленген, 80 сандағы ою өрнек жеңіс лентасын бейнелейді және мемлекеттік ту элементтерімен үндеседі. Екінші дүниежүзілік соғысқа Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттен 200-ден астам студент пен оқытушы аттанған. Қазақстаннан шыққан 497 кеңес одағы батырының 9-ы осы оқу орнынан түлеп шыққан. Солардың бірі ғалым, жазушы, әрі оқу ордасын 12 жыл басқарған Мәлік Ғабдуллин. Жеңістің 80 жылдығына орай батырдың есімін ұлықтау үшін университетте арнайы дәрісхана ашылды. Сондай-ақ қазақ халық ауыз әдебиеті атты еңбегінің тұсаукесері өтті. Бұдан бөлек батыр түлектердің ерлігін мәңгі есте қалдыру үшін ерлікке тағзым атты тас белгі ашылды. Университетіміз қазақ жоғары білімнің тұңғыш қарашаңырақ мақсатымыз әрине осы университетімізде майданға аттанған барша түлектер, студенттер, оқытушылардың рухына тағзым ете отырып, олардың осы жанқияр ерлігін бүгінгі жастарға, өзіміздің студенттерімізге дәріптеу, үлгі ету. Ал Талдықорғандағы көшелердің бірі енді Кеңес одағының батыры Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовтің атымен аталады. Салтанатты жиынға батырдың туыстары, әскери қызметшілер, ардагерлер мен қала тұрғындары қатысты. Бұл Талдықорғандағы халық қаһарманның есімі берілген алғашқы көше. Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы қазіргі Ақмола облысы Ақкөл ауданы Қосым ауылында туған. Ол ер жүрек жауынгер ғана емес, Қазақстан қарулы күштерінің тізгінін ұстаған мемлекеттік қайраткер. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан армиясының негізін қалауға бар күш-жігерін жұмсаған еді. Этот человек всю свою жизнь посвятил военному делу. Біздің атамыз бүкіл саналы ғұмырын әскери салаға арнады. Бұл жас ұрпақ жалғастыруға тұратын және жалғастыруы тиіс өнегелі жол. Ол үшін парыз, міндет деген сөздердің маңызы ерекше еді. Сондықтан да болар оның жалғыз ұлы алғашқылардың бірі болып, Чернобыль апатының зардабын жоюға аттанды. Қазір еліміздің барлық дерлік қаласында Сағадат Нұрмағамбетовтің есімімен аталатын көшелер бар деуге болады. Қайраткер тұлғаға құрмет көрсетіп, есімін ел есінде мәңгі қалдыру мақсатында бүгінгідей іс-шараны ұйымдастырғандарға ризашылығымды білдіремін. Жеңіс мерекесі қарсаңында Қызылорда облысына қарасты Қармақшы ауданында Кеңес одағының батыры Тайымбет Көмекбаевтың есімін жаңғырту мақсатында мемориалдық тақта ашылды. Сондай-ақ ақтаңдақ жылдар ақиқатын ашуға арналған танымдық конференция ұйымдастырылып, тарихи деректер ел назарына ұсынылды. 4 жыл тыныштықты кетірген Майдан даласына Қызылорда облысынан 150 мың сарбаз аттанды. Олардың 60 мыңы ғана елге оралған. Кеңес одағының батыры Тайымбет Көмекбаев сол ажал апанынан аман келіп, еңбек майданының да батыры атанған бірегей жан. Сыр перзенті соғыстан соң ауыл шаруашылығы саласында табанды еңбек етті. Сондықтан ерен ердің есімін ұлықтау мақсатында еңселі ескерткіш бой көтеріп отыр. Әрине жеңіс күнін жақындатуға Тайымбет Көмекбаев секілді майдангерлердің еңбегі зор болды. Дегенмен тылдағы өрімдей өрендерде тайғақ күннің тауқыметін бір адамдай тартқан. Сол балалық ұрланған буын бүгінде қым-қиғаш кезеңді көмілже еске алады. Бала болып мен асыр салып ойнағаным жоқ. Жараң аяқ жүрдім, міне керек болса.
кеше 41-ші жылы 40-ші жылдары сол кезде 9 жасар баламын. Колхоздың жұмысын істедім. Міне бейбітшілік заман мына балдарға орнап жатыр. Біздің көргенімізді балдар көрмесін. Дүниені дүрліктірген сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 80 жыл, бірақ қан майданның жүрекке салған жарасы оңайлықпен ұмытыла қоймас. Мұны батыр рухын ұлықтауға арналған рухани шарада ұғына түстік. Жергілікті өнерпаздар театрландырылған көрініс арқылы отты жылдар ақиқатын көз алдымызға тосты. Өрімдей өрендер жау оғына айдалғанын көргенде көңілін құлазиды. Ал соғыс таласында ауылын аңсаған ару үні тіпті тебіреністі. Қанша жыл өтсе де ол ешқашан ұмытылмақта емес. Бүгінгі ұрпақтары еске алып, соны мінекей шынайы көрсетуге тырысып жатырмыз қазіргі таңда. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, қаншама көріністер көрсетіп жатыр. Майдан даласында қолданған құралдар үнсіз ақ көп жайды айғақтап тұр. Қойылымнан соң жергілікті тұрғындар әрбір бұйыммен жеті танысуға мүмкіндік алды. Бұл сұрапыл соғыста байланыстың берік үлгісін көрсеткен радиостанция. Дәл осы құралғы арқылы әр майдан шебінің сарбаздары орталық штабпен байланысып отырған. Әрине, қазір соғыс құралдары жетілген, техника түрленді, дейтірғанмен кескілескен кезеңде дәл осындай құрылғылар маңызын жоймақ емес. Орталыққа хабарлаңыз, бізге қосымша көмек керек. Орталық штаб байланысқа бізге қосымша күш жіберулерін сұраймын. Соғыс жылдары Сыр өңіріндегі механикалық зауытта 82 миллиметрлік шойын миналар жасалды. Сол тұста аталмыш зауыт түсті металл шығарудың жылдық жоспарын 130%-ға дейін арттырған. Ал осындай ауыр жұмысқа бәрі де жеңіс үшін деген ұранмен өрімдей өрендер жегілді. Ақтаңдағы жылдар ақиқаты турасында танымдық конференцияда таразыланып, әлі де көп дерек көмескі екені айтылды. Елжас Әбділда Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда облысынан. Енді майдангерлерге қатысты бар мәліметті бір порталдан табуға болады. Батырларға тағзым деп аталатын онлайн база мыңдаған сарбаздың тағдыры мен тарихын біріктіреді. Жоба аясында жауынгерлердің хаттары мен құжаттары, фотолары алғаш рет цифрлы форматта әзірленді. Қазіргі таңда порталға 678 мыңнан астам ардагер туралы мәлімет жинақталды. Деректер базасын қазақстандықтар да толықтыра алады. Ол үшін өтінім беру керек. Оны ұлттық архивтің арнайы комиссиясы қарайды. Ал деректердің растығы дәлелденген соң ардагер жайлы ақпарат веб-порталға жарияланады. Бұл жерде 365 Кеңес одағының батыры, 2 мәрте 4 батырдың және 19 батыр даңқ орденінің егерлерінің осы құжаттары енгізілген. Архивтік құжаттар бұл Ресей Федерациясынан алынған және қазіргі таңда сол біздің еліміздің тағы да басқа батырлары, майдангерлері, бұрынғы есімдері жоқ, соны жан-жақтан қазір сондай анкеталар түсіп жатыр. Соғыс жылдардағы естеліктерді көзінің қарашығыдай сақтап келген азаматтар үшін бұл портал жанға жақын, жүрекке жылы жоба болмақ. Мәселен, майдангердің ұлы Қанат Сүйіндіков әкесінің окоп ішінде жүріп жазған қойын дәптерін ұлттық архивке табыстады. Онда күнделікті әскери шежіре ғана емес, соғыстан кейінгі өмір туралы да біраз оқиға бар. Бұл күнделікте жаңа әкемнің Австриядан бастап Магадан Аягөзге дейін анау қайтып келгенше дейін жазған әңгімелері. Бұл енді ана жерде қиыншылық көрді, қалай тұтқынға түсті, қай жылдары, сондықтан қай жерде болды, қай мемлекеттерде, лагерлерде болды, қалай босатты, кейіннен жаңағы Австриядағы депортационный лагерде көп әңгімесі бар ішінде. Бұл енді ертең ұрпаққа бұның әңгімесі, әкемнің жасаған ісі, өмірі ұрпаққа мен өзім ойлаймын да ол үлгі. Елордада ерлікке тағзым кітабы жарық көрді. Оған бұрын соңды еш жерде жарияланбаған құжаттар мен фото суреттер енді. Жинақ Қазақстанның жеңіске қосқан үлесі жайлы баяндайды. Онда президент архиві қорындағы материалдардан тыс, өңірлік архивтер мен ұлттық кітапханалардан, Өзбекстан мен Ресей мұрағаттарынан да деректер жиналған. Атап айтсақ, 30-дан астам газет қиындысы, 170-ден астам фото сурет пен 130 тарихи құжат енді. Осы материалдар арқылы оқырмандар соғыс жылдарындағы Қазақстан өмірін бұрынғыдан да терең түсінеді.
Первый раздел – это формирование. Бірінші бөлімде екінші дүниежүзілік соғысқа Қазақстаннан әскери құрамалардың қатысуы жайлы жазылды. Қазақстан әйелдерінің жеңіске зор үлес қосқанын атап өткім келеді. Елімізден соғысқа кемінде 9,5 мың әйел қатысқан. Екінші бөлімде Қазақстанға эвакуацияланған кәсіпорындар, зауыттар, шахталар және ауыл шаруашылығының үлесі туралы айтылады. Үшінші бөлім қарапайым адамдардың соғыс кезіндегі өміріне арналды. Тыл ардагерлерінің жеңіске қосқан үлесін ұмытпауымыз керек. Ал еліміздің ұлттық архивінде ерекше көрме өтіп жатыр. Мұнда қазақ жауынгерлерінің майдан шебінде жүріп, үйіне, аналарына, сүйген жарларына жазған хаттары қойылған. Аса құнды құжаттардың ішінде Бауыржан Момышұлының Мәлік Абдуллинге жазған хатын Мұзафар Әлімбаевтың күнделігімен шығарған өлеңдерін оқуға болады. Бұл сарғайған хаттарда ата-анаға сағыныш, өмірге құштарлық, ертеңге деген үміт бар. Соғыс өртіне шарпылған жылдардан сыр шертетін бұл қолжазбалар бүгінгі ұрпаққа үнсіз аманат дейді архив қызметкері. Сол себепті оларды ұзақ сақтау үшін ерекше күтім жасалады. Терлері, иістері сіңген қолдарымен ұстап, сонау бір сұрапыл соғысты бастан кешіп жүрген қағаздар, сол қағаздар, сарғайған қағаздар бізде әлі сақтаулы. Сол құжаттарды біз енді болашақ ұрпаққа неке көрсетіп, кеңінен танып, жеңістің қалай келгендігін насихаттаймыз. Арнайы қоймаларда сақталынады, арнайы режим бар, арнайы температура бар. Елордада ерлік дастан атты тарихи деректі көрме ашылды. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 80 жылдығы мен отан қорғаушылар күніне арналған іс-шара президент орталығында өтті. Көрмеде архивтік құжаттар арқылы майдангерлердің хаттары, тыл еңбеккерлердің ерлігі мен қазақстандық дивизиялардың шайқас жолы кеңінен қамтылған. Сондай-ақ іс-шарада қайтарылған есімдер альбомы мен жауынгер Әлмұқан Сембиновке арналған деректі кітаптың тұсаукесері өтті. Көрме 5 маусымға дейін жалғасады. Жалпы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі соғыс жылдарындағы қазақстандық дивизиялардың тарихына арналады. Екінші бөлім Ақмола қаласының ұлы жеңіске қосқан үлесіне арналады. Жалпы көрмеде 170-тен астам жәдігерлер, архив құжаттары, кітап топтамасы көрермендердің назарына ұсынылады. Енді өзгеде жаңалықтарға оралсақ, Ақтауда жаңғыртудан өткен Каспий битум зауыты ресми түрде іске қосылды. Құрылыс монтаждау жұмыстары 2024 жылдың қараша айында басталған еді, оған 220-дан астам маман тартылды, ал барлық жұмыс белгіленген мерзімнен 1 ай бұрын аяқталды. Жаңғырту нәтижесіне мұнай өңдеу зауытының жылдық қуаты 1 миллион тоннадан 1,5 миллион тоннаға дейін ұлғайды. Ал битум өндірісі 500 мың тоннадан 750 мың тоннаға дейін көбейді. Жаңғыртылған зауыт ішкі нарықтағы сұранысты өтіп, импортқа тәуелділікті азайтуға тиіс. Айта кетейік, Ақтау битум зауытын жаңғырту жобасы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша іске асты. Біздің қондырғыда қолданылатын жабдықтар толығымен жаңа деп айтсақ болады. Жалпы экология жағынан да барлық жақсарту, жаңғырту мәселелерін бұл жобада қарастырылған болған. Ең басты ерекшеліктеріміз бұл жаңағы пештің жаңағы горелкаларын өзгерттік. Ол горелкалар мысалы ауаға ластайтын заттарды азырақ тастайды. Ал Түркістан облысында ерекше форматтағы тазалық шарасы ұйымдастырылды. Белсенді жастар мен тұрғындар қоқыс пен қалдықты плогинг түрінде, яғни жүгіріп жүріп жинаудан жарысты. Сайысқа 500-ден аса ерікті қатысты, сондай-ақ 15 арнайы техника тартылды. Ал акцияның нәтижесінде 300 қаптан аса қоқыс шығарылды. Айрықша белсенділік танытқан командаларға жүлде берілді, яғни алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, Кентау қаласында мұндай ерекше сайыс түрі алғаш 2023 жылы ұйымдастырылған, содан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Әрине, қолдаушы болса біз әрине міндетті түрде жұмыс жасаймыз. Анау болатын балам бетін қақпай белім бұл дейді. Сол себепті болатын балдардың белім болып, таза Қазақстан акциясы аясында тұрақты түрде осындай жастардың патриоттық сезімін ояту үшін осындай акциялар жүйелі түрде жүргізіліп отыр. Таза Қазақстан республикалық акциясы ел бойынша жалғасып жатыр. Атырау облысындағы Сарайшық қалашығында мәдениет қызметкерлері 100-ге жуық ағаш отырғызды. Осылайша олар жалпы ұлттық бағдарлама аясында тарихи нысанды көркейтуге, абаттандыруға үлес қосты. Бастама тазалық сипатқа ғана емес, жастардың бойында қоршаған ортаға құрмет қалыптастырып, олардың экологиялық мәдениетін көтеруге де бағытталған.
қазірдің өзінде 70-тен астам тал егілді. Оның ішінде жеміс ағаштары, біздің жерімізде өсетін қарағаштар, өзге де гүл тектес ағаштар егілді. Оның барлығы игі бастама екені сөзсіз. Мұның өзі біздің аймағымызда таза ауаны таратуға, сонымен бірге әсемдікті қалыптастыруға, туристерді тартуға үлкен жағдай жасайды деп есептейміз. Ал бізде бүгінге осы, жаңа уақыттың жаңалықтарын ертеңде өткізіп албаңыздар.